Таза өсектің әңгімесі. Кім не сатып жүр, қалай сатып жүр. Делдалдықтың деңгейі о жерде емес қой. Делдалдықтың деңгейін біз мысалы азық-түліктің деңгейінде тоқтата алсақ, сол кезде делдалдармен сол жерде күресуіміз керек. Еттің, ауыл шаруашылық өнімдерінің бағасында қазір шарықтатып отырған делдалдар. Міне проблема. Белес сатқан адамда емес проблема. Еттің бағасын 5 мың қылып отырған кім? Делдалдар ғой дейді. Ауыл шаруашылығы емес. Сол үлкен проблема мен үшін. Ол қалай әрекетесіздер? Сіздер заңмен депутатсыздар ғой. Бізде сауда министрлігі бар. Оның міндеті тікелей бағаны реттеп отыру. Ыңғай жасасын, ауыл шаруашылығы тікелей делдалдарсыз базарлар қойып дейді. Бізде тіпті ресторандарға ет өткізетін адамдар мысалы бір базарда 3-4 адам делдал болып алған, бітті, ет солар ғана сата алады мысалы. Содан кейін байғұс ауылдан келген 3 мың теңгенің етін әкеп 3 мың, 3.200 өткізеді, аналар 5 мыңнан сатады. Ортасында халық зардабын көреді. Айдылада отырған біреу таңертең базарға барады да мысалы, етті 2 мың теңге қымбаттап жүр. Делдалдық деген осы міне, осы деңгейде проблема. Өзі мал бақпайды, егін екпейді. Мүлдем бақпайды, оның малдың бейнетін не екенін білмейді, ортада жүр делдал. Алып сатар ғой,